Сіздің өтінішіңізді алып тұрмын. Қашан үйленемін деп салдыртып жатырсыз. Сол өтінішіңізді алып тұрмын. Я қоштастық жасап алыпсыз, бір келеңсіз көңілсіз ойлар мазалап, алдыңғы уақытта бір алдыңғы уақытта өзіңізге болашағыңызға алаңдап тұрғаныңызды көрсетіп тұр. Мынау тұрған біреумен келіспеушіліктеріңізді, ренжістеріңізді көрсетеді. Маңдайыңыз ашық, жүрегіңіз күптеніп, екі вирустық, бірақ сол қазіргі бір мынау өзіңіз ренішіңіз, уайымыңыз жүрегіңізге әсер беріп, екі вирусқа қадалып тұрғанын көрсетіп тұр. Мына тұрған босаға өзімен өзі құйысқаны беріп көп тұр. Қазіргі жағдайда сергелдеңдеп тұрсыз. Өзіңіз сыпырылып бұл жаққа осы үйленсем екен деп бар осындай бір жағдай, бір сыртқа қарай болып тұрғаныңызды көрсетіп тұр. Ортаңыз бір дүбәрәланып, екі жақты болып переживать етіп, біреуге қатысты болып тұр переживанияңыз, сол алдыңғы уақытта қалай болып, сонымен бірге болам ба, жоқ па деген сол оймен салдырып тұрсыз ғой дейді. Сондай көрсетіп тұр. Өйткені жақын арада сізді үйленеді деп көрсетіп тұрған жоқ. Жақын арада алдыңғы уақытта дегендей жақын алдыңғы уақытта сізді үйленеді деп көрсетіп тұрған жоқ. Үйленгім келеді мен үйленудің ортасы екі бөлек. Үйленгіңіз келеді, иә, бірақ қазір жақын арада сіз үйленеді деп тұрған жоқ. Әлі кетсе бір жылдан кейін мүмкіндігіңіз болады. Жаңағы бір қызды көрсетіп отыр, орта бойлылау келген, қара торлау келген деген орташа бойлы сондай қызды көрсетіп тұр. Ал мен жақын арада сіз үйленеді деп айта алмаймын. Үйленсеңіз бір жылдың ішінде, әрі кетсе бір жылдан кейін жаңағыдай мүмкіндігіңіз болады.